Бірде Альберт Эйнштейн: біз бәріміз генийміз. Бірақ егер сіз балықты ағашқа өрмелеу қабілетіне қарай бағаласаңыз, ол өмір бойы соған сеніп өмір сүреді. Ақымақ екенін өзі де білмейді. Құрметті ханымдар мен мырзалар, біз бүгін білім берудің заманауи жүйесі туралы айтамыз. Келгендеріңізге қуаныштымын. Бұл жүйе балықты ағашқа өрмелетіп қана қоймайды, сонымен қатар оларды төмен сырғытады және 10 мильге жүгіртеді. Қане айтыңыздаршы, дәл қазіргі уақытта миллиондаған адамдарды роботқа айналдырған мектеппен сіз мақтанасыз ба? Айтыңызшы, сіз шынымен де осының барлығын күлкілі деп санайсыз ба? Түсінесіз бе, қанша бала осы балық сияқты болып кеткен, сыныпта ағысқа қарсы жүзу ешқашан жауабын таба алмайсыз ба? Оларды ақымақ деп ойлайсыз ба? Өзіңіздің түкке тұрғысыздығыңызға сеніңіз, бірақ уақыт келді. Басқа сылтауларды айтудың қажеті жоқ. Мен мектепте мінберге шақырып, оларды шығармашылықты өлтірді деп айыптаймын. Олар даралық және интеллектуалдық зорлық зомбылық жасауда. Бұл өзі өмір сүрген ежелгі мекеме. Сондықтан құрметтілер, бұл мені мәлімдеме жасауға мәжбүр етеді және дәлелдеуге рұқсат етіңіздер. Бастаңыз. Мысалы, сіздер білетін шығарсыздар. Міне, ұялы телефон 150 жыл бұрын қандай болған? Айырмашылық бар, солай ма? Жалғастырамыз. Бұл заманауи көлік. Міне, бұл көлік 150 жыл бұрын қандай болған? Айырмашылыққа назар аударыңыздар, жарайды ма? Енді мынаған қараңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай бұл заманауи сынып. Ал 150 жыл бұрын шынында ұят, иә? Бір ғасырдан астам уақыт өтті, бірақ ештеңе өзгерген жоқ. Сіз әлі де балаларды болашаққа дайындаймын деп жүрсіз бе? Бірақ барлық дәлелдерден кейін мен сұрауым қажет. Сіз студенттерді болашаққа дайындап жатырсыз ба? Әлде қалай? Сіз адамдарды зауытта жұмыс жасауға үйретіп жатырсыз ба? Бұл студенттерді реттелген қатарға неліктен отырғызуыңызды түсіндіруіңіз керек. Жақсы және ұқыпты қылып, оларды тыныш отыруға, қолдарын көтеруге, бірдеңе айтқысы келсе, оларға қысқа үзіліс беруге және күніне 8 сағат оларға не туралы ойлау керектігін айтасыз ба? Оларды өнімнің сапасын көрсететін әріп, сортты ет сияқты. Мен түсінемін. Бұрын басқаша болатын. Барлығымыздың өткеніміз бар. Мен өзім Ганди емеспін. Бірақ бүгін біз зомби роботтарын жасамауымыз керек. Дүние дамып жатыр, ал қазір бізге креативті ойлайтын адамдар қажет. Шыншыл, сынға қарамайтын, біріктіруге қабілетті. Кез келген ғалым екі мидың бірде емес екенін айтады, және екі немесе одан да көп баласы бар әрбір ата-ана мұны растайды. Сондықтан түсіндіріп беріңізші, неге сіз студенттерге печенье кесетінде қарайсыз, немесе бейсбол қалпақшасымен бірдей санайсыз? Бұндай салыстыру оларға қорқыныш алып келеді. Олай демеңіз. Кешіріңіз мырза. Бірақ егер дәрігер менің барлық пациенттеріме сол дәріні дайындаған болса, салдары қайғылы болар еді. Көптеген адамдар ауырады, алайда мектепке қатысты. Ақыр соңында дәл осылай болады. Бұл тәрбиелік қабілетсіздік. Әрбір мұғалім 20 баланың алдында тұрғанда, олардың бейімділігі, қажеттіліктері, таланттары, әртүрлі армандары бар. Ал сіздер солардың барлығын байқай отырып, барлығына бірдей нәрселерді үйретесіз бе? Айтыңызшы. Маған сол қызығырақ. Құрметті ханымдар мен мырзалар, айыпталушыны ақтау мүмкін емес. Бұл жасауға болатын ең ауыр қылмыстардың бірі болуы мүмкін. Сіз дәл осы сәтте қызметкерлеріңізге қалай қарайтыныңызды айтпағанда, наразымын, қабылданбады, тыңдағым келеді. Қатты ұят болды. Олай дейтінім, мұғалім жер бетіндегі ең маңызды мамандық. Сонда да оның жалақысы аз ба? Көптеген студенттердің наразыдан тыс қалған таңғаларлық емес. Адал болайық, мұғалімдер дәрігер сияқты жалақы алуы керек, себебі дәрігер жүрекке ота жасай алады және баланың өмірін сақтап қала алады. Бірақ ұлы ұстаз бұл баланың жүрегіне жете алады және ол шынайы өмір сүрсін дейді. Көрдіңіз бе, ұстаздар жиі кінәлі болатын нағыз батырлар. Бірақ бұл олардың кінәсі емес. Олар құқықтар және бағдарламада көп таңдаусыз жұмыс істейді. Оқу бағдарламалары саясатты жасайды. Олардың көпшілігі өмірінде бір күнде де оқытпаған. Мен қарапайым сынақтан өттім. Ұсыныстар жиынтығының дұрыс жауабын дөңгелектеу деп табысты анықтайды. Бұл өте күлкілі. Шындығында бұл сынақтар пайдалану үшін тым өрескел. Олардан бас тартуымыз керек. Бірақ маған назар сал. Тыңда, Фредерик Джеймс Келли стандартталған тестілеуді ойлап тапқан адам. Бірақ ол бір кездер айтты, бұл сынақтарды қолдану өте өрескел және олардан бас тартады деп үміттенемін. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл жолды жалғастыра беретін болсақ, нәтижесі өлімге әкеледі. Мен мектепке шынымен сенбеймін, бірақ мен адамдарға сенемін. Ал егер сіз денсаулықты, көліктеріңізді және Facebook парақшаларыңызды өзгерте алсаңыздар, онда білім беру жүйесінде де солай ету біздің міндетіміз. Жаңарту және өзгерту, мектеп рухын аяқтау, себебі ол пайдасыз. Әрбір оқушының рухын көтеруіміз керек. Бұл біздің міндетіміз деп санаңыздар. Ортақ стандарттар жеткілікті. Әр сыныптағы әрбір жүректің орталығына жетейік. Әрине, математика маңызды, бірақ өнер немесе би үйірмелеріне көңіл бөлмесек, ол қалай болғаны? Әрбір талантқа тең мүмкіндік берейік. Маған бұл арман сияқты көрінуі мүмкін. Олай да болады. Бірақ Финляндия секілді елдер таңғажайып істер жасайды. Олар мектептегі күндерді қысқартады. Мұғалімдер лайықты жалақы алады. Үй тапсырмасы жоқ.
Олар бәсекелестіктің орнына ынтымақтастыққа назар аударады және шымыр ұлдар мен қыздарды өсіріп шығады. Бірақ олардың білім беру жүйесі әлемдегі басқа мемлекеттердің барлығынан асып түседі. Басқа елдер дегеніміз, мысалға айтатын болсақ, Сингапур, мектептер өте жылдам жүріп жатыр. Монтессори сияқты, Хан академиясы сияқты, басқа бағдарламалар, бірыңғай барлығы таба алатын шешімі жоқ. Әрі қарай тыңдаңыздар. Өйткені студенттер халықтың небәрі 20%-ын құрағанына қарамастан, олар біздің болашағымыздың 100%-ын құрайды. Ендеше олардың арманын тыңдайық. Неге қол жеткізетінімізді білмеймін, бірақ бұл мен сенетін дүние, ағаштарға өрмелемейтін, балық бар әлем. Енді болмауы қажет.